Film. Kara Dayı. %15 bölüm. Күшеніңіз, Фериде ханым, кәні күшеніңіз. Тағы да. Итерген сияқты күшеніңіз. Терең тыныс алыңыз. Махир. Қасыңдамын, сүйіктім. Қасыңдамын. Құтты болсын. Баламыз дүниеге келді, Феридем. Қалай, баламыз аман ба? Алыңыз әкесі, алтын асықтай ұл бала. Алайын ба? Алыңыз. Тіл көзім тасқа. Жаным менің, балам, жаным. Балам. Хош келдің, балам. Кішкентай. Хош келдің, балам. Беш жылдан соң. Оқыңыздар! Бүгін Қарадайының жаза мерзімінің аяқталғаны, бостандыққа шығатыны туралы оқыңыздар. Оқыңыздар! Мен де сен сияқты шебер болам ба, ата? Тұра тұр, жаным. Алдымен оқушы боласың, сонан соң көмекші, сонан соң барып шебер боласың. Бірақ шебер болуың үшін менің білгенімді ғана білуің жеткіліксіз. Әбден жетілуің керек. Жетілу деген не, ата? Мұны саған қалай түсіндірсем екен? Яғни, білімнің адам санасын жан-жақты жетілдіруі, ақиқаттың санадан жүрекке жетуі. Жетілу деген сол, балам. Жетіле, шеберге айналасың, балам. Шебер болу қандай қиын? Жақсылыққа қиындықтың жолымен ғана жетесің, балам. Ендеше мен де көп жұмыс істеймін. Бүгіннен бастап кірісем. Бәрекелді. Бірақ үстімізді кірлетпеуге апаңа уәде бердік, солай ғой? Үстімді кірлетпеймін. Әкеме әдемі боп көрінуім керек. Жарайсың, арстаным менің. Жүре ғой. Маған шай демдеп бересің бе, ата? Әрине, балам, айтсаң болды ғой. Келдік. Кіре ғой. Тоқта ғане, тоқта. Мен саған не деп үйретіп едім? Оң аяқпен кіресің, оң аяқпен кіре ғой. Бәрекелді. Бисмилля.
Бере сал, бауырым. Әдемі қырыныпсың, аға, жарайсың. Патша болуға лайық адамсың, арам ниеттілер сенен айбынсын. Бүгін нағыз мейрам ғой, Қарадай. Бәріңізге жұғысты болсын, Мехмет аға. Әмин, айтқаның келсін, аузың амай. Иншалла, рахымшылыққа ілігейік, иншалла. Айыпқа берме, Фериде, кешігіп қалдым. О не дегенің, кел. Таңертең ерте тұрып бәліш пісіруге кірістім. Үлгергенім осы болды. Наубайханада кісі көп екен, кезек күтіп қалдым. Шіркін тамаша болды да. Үйді жайнатып қойыпсың ғой. Иә, қобалжып ұйықтай алмадым. Қайтейін енді, таң атпастан кірісіп жинап тастадым. Жайнап тұр, қолың дерт көрмесін. Назым Дениз қайда? Ол атасымен бірге дүкенді ашуға кетті. Соңгүл келмеді ме? Жоқ, әлі келген жоқ. Ал мен ол көмектесіртіп сеніп едім. Бар, көріп келейін, қазір келем. Жарайды? Иә. Соңгүл, тағда кешігесің, ескертпедің деме? Түрім қандай? Менің келіншегім әрдайым сұлу. Ағам үшін алаңдаулымын. Әр прокурорлық қызметке сынақ тапсырам. Айттым ғой саған, сынақтарға өзім дайындайын дедім ғой. Қарсы алдыңда тәжірибеленуші судья тұр ғой. Қайткенмен пайдам тиер еді. Сынақтан өтілмағанымды неге бетіме баса бересің? Осы жолы қайтсем де өтем, көресің. Оған күмәнім жоқ, өтесің. Прокурорлық қызметке өтем, ішім сезет. Елкнұр әпке келді, ішім сезет. Қайдасың, Соңгүл? Фериде жалғыз қал, бәрін жалғыз өзі істепті. Дайымын әпке, аяқ киімімді де киіп шыққалы тұрғам. Солай ғой? Қайырлы таң, Осман. Қайырлы таң, әпке. Бол енді, жарайды. Ойпырмай, екі аттам жерге барасың. Тыңдап тұрым. Бауырым, не болды? Тіліңді жұтып қойдың ба? Мен не кездейсің? Сағындым, бауырым. Талай жыл өтті ғой. Бірде-бір рет менімен кездесуге келмедің ғой. Мені бір ретте іздемедің. Не деген адамсың өзің? Демек сенің бауырың емеспін. Содан ақ түсінбедің бе? Неге? Әлде мен үшін ұяласың ба? Судья мырза, мәс саған. Судьяның ағасы болған екенмін ғой. Мақтанып қалдым ғой. Қайткенмен саған көп еңбегімсің демес пе? Менен ештеңе дәметпе. Және ендігәрі хабарласушы болма. Осман, екеуміз кездесіп бірдеңе ішіп әңгімелесейік. Не деп тұрсың өзің? Сен өмір бойына қамалмап бедің. Ішкен несі, кездескен несі? Жаза беріледі ғой, судья мырза. Біреулер жатат, біреулер қашат. Сенмен әлі кездесерміз, Осман. Кездесерміз. Қарадай бүгін босап шығады екен. Стамбулда қылмыскерлер ойланатын болсын. Қарадай бәрінің жандарын шығарсын. Ондай адамның досы да, қасы да көп болады. Құтты болсын, Сейіс аға. Қарадай бүгін босап шығады. Сен де ауа жұтуға шығатын шығарсың. Әңгіме Қарадайда емес. Менің күн көзін көруге қақым жоқ. Қайдан білейін аға? Келген күннен бері сыртқа шықпадың ғой.
күн көзін аңсайтын шығарсың. Сыбыс көбейіп кетті. Сені Карадайдан айбынат дейді. Кетшей өзің. Кеттің. Арам ойларыңды іштеріңде сақтаңдар. Айт енді, құлағым сенде. Дәл кетеріңде әурелегім келмейді аға. Бірақ жанымды жеген дертім бар. Мұның дауасын сен ғана таба аласың. Менің ағам бар. Әке шешемізден қалған үй үшін 40 пышақ болдық. Оның үйі бар. Сондықтан үйді мен емденген едім. Мен қамауға алынған соң тағы да ауыз салды. Біраз қорқытып қойсаң деймін. Үйді өзіме қайтарып берсін. Тыңдашы бауырым. Ол үй саған ғана емес, ағаңа да тиесілі. Араларыңдағы дауды бітіргің келсе, мұның шарасы ағаңды қорқыту емес, оған үлесін беруің керек. Бұл дауды мен шешпеймін. Сен шешесің. Махираға, Неждет қашып кетіпті. Кеше түнде қашыпты. Таңертең камерасында жоқ боп шығыпты. Кеше неше түрлі әңгімені бықсытқан көрінеді. Сенен кегін алу үшін сені босап шыққан күніңде өлтірмекші екен. Нақұрыс. Әлім білмеген әлек өзі қанжытып жүрмесін. Бірден-ақ қолға түсіретін шығар. Ешкім оны тайраңдатып қоймас. Карадай үшін өзін құрбан етуге дайын жігіттердің бар екенін білер ме екен? Орхан, шайдың отын сөндірдің бе? Сөндірдім. Қазір, сөндірдім. Үйдегілерге жұмыстан босағаныңды Алманияға кететімізді қашан айтасың? Айтармыз. Бүгін айтармыз. Бір түрлі болып қалатын шығар. Қайтеміз енді. Нан табуымыз да керек. Сонан соң трейлер сатып алып, қонаққа келіп тұрамыз. Көлік ішінде күте тұр. Ісің оңды болсын, Мұрат мырза. О, Барут, жаза мерзімің аяқталды ма? Өмір бойғы жаза бітуші ме еді? Мен бітірдім. Қаштың ғой. Тап солай. Қамауда мені сағынбадың ба? Қолыңда лақабыма сай бірдеңе бар ма? Адамның күлін көкке ұшыратын, бірден о дүниеге аттандыратын, сондай бірдеңе бар ма? Кімге кектеніп, кімге үштесіп алғансың, кімді жоқ қылғың келеді? Мені темір торға тоғытқан, әйелім мен қызымнан айырған адамның көзін құртуға дайындалмақшымын. Бәрін өзім бастадым, өзім аяқтайым. Карадай хикаясы да өз сияқты күл парша боп, ел жадынан өшіп кетеді. Болсаңшы енді, жаратын от шашатын бірдеңе бар ма деймін? Неге болмасын? Әкел ендеше, сәл күте тұр. Іздегенің осы. Ұшын тұтатты, алдартыңа қарамай қаш. Әйтпесе, бум. Оттығының тұтанып жануы 20 секундтан аспайды. Сапалы сияқты. Карадайдан қалатын тақ та үлкен болатын шығар. Ол тақ менің тағым болуға тиіседі. Жазымыш қой. Болды маға? Тұра тұр әлі, енді бастадық. Бомба жарылған соң ғана істемем. Елдің бәрі Карадайының шығуын күтіп отыр. Қарсы алуға елдің ағылып баратын түрі бар. Келсе тіптен жақсы бәріміз бірге жаназа намазын оқимыз.
Қаласаңыздар, сіздерге қауіпсіздік қызметкерлерімізді берейік. Қаламасаңыздар, сіздердің қызметкерлеріңізді алып, оқу жаттығудан өткізейік. Өздеріңіз біліңіздер, осы шарттың бәрі алдарыңыздағы құжаттарда көрсетілген. Кіріңіз. Әйеліңіз хабарласып жатыр, мырзам, өте шұғыл дейді. Не болды? Бірдеңе болып қалды ма? Саған не деді? Білмеймін, мырза, маған ештеңе айтпады, желіде күтіп тұр, шұғыл шаруа деді. Жарайды, жақсы, дереу, жалғастыр. Мырзалар, айыпқа бұйырмаңыздар, сіздер құжаттарды қарай тұрыңыздар. Жалғастыр. Алло, Суна? Иә, сен құлпынай жегінге бөліп барам. Келерді ала келесің бе? Суна, қорқытып жібердің ғой, бірдеңе болып қалды ма десем? Қазір жиналыстамын. Не қыл дейсің енді? Ылғи жұмыс бізден маңызды емес шығар. Тағы нан ала салшы, аз қалыпты. Құлпынайдан бір келе ал, жарай ма? Жарайды. Жақсы, алайын. Біраздан соң шығам. Жолдан Құлпынай алам, мақұл ма? Туатын болсаң, тушы енді, әбден қиынадың. Қалай, мырзалар? Қарап шықтыңыздар ма? Алтын дауыс байқауында жылдың ең таңдаулы әйел атағын алдыңыз. Марапатталған кезде нендей сезімде болдыңыз? Әлев ханым, біраз баяндап бересіз бе? Бәрінен бұрын қатты қобалжыдым. Адамның өз еңбегінің жемісін көруі ең үлкен марапат. Марапатыңызбен суретке түсіріп алсақ бола ма? Әрине, жарайды. Көп рахмет, Әлев ханым. Сізді шаршатпаған болсақ, тағы біраз сұрақтарымыз бар еді. Қуана жауап берер едім, бірақ бүгін аса маңызды жұмысым бар. Мен дайынмын, апа. Қарай көр. Көйлегің қалай? Қандай әдемі. Жүр, махир нағашыма барайық. Жарайды, жаным, қазір барамыз. Басқа күні кездесейік, жарай ма? Ендеше рұқсат болса соңғы сұрағымды қояйын. Махир мырзаға қатысты. Махир мырза бұрынғы жүрген жігітіңіз ғой. Бірақ қазір оның адвокат сайыбымен жақын дос екенсіздер. Тіпті ол кісі сіздің жеке адвокатыңыз екен дейді. Сізге мынаны айтайын. Кейбір жағдайлар келмеске кетті. Солай болғаны меніңше дұрысырақ сияқты. Ол кісіні қызым текке нағашым деп атамайтын шығар. Фериде де мен үшін ерекше дос. Дос болып қала бермек. Махир де солай. Енді кетейін. Үйі осаға. Көлік анау. Ба, шіркін. Анау Зейнеп пе? Яға, сол. Үлкен қыз болыпты ғой. Түрін ылғи көз алдыма елестетуші едім. Бір рет болса да кездесуге әкелмеді. Мынау сенің қызың демеді. Бұл жөнбенді. Осынысы әділдік пе? Ай, айтен ай, оңбаған ай. Осы үшін жаныңды шығарармын әлі. Мен оның әкесімін ғой. Алдымен мұнда кигізіп қоямыз, Назым. Маған бір тал шеге беріп жіберші. Рахмет. Аяқ киім деген аңғайлы, әрі сапалы болуға тиіс. Темірден жасалса, ішіне су өтпесе,
ыңғайлы болмаса көк тиындық құны жоқ. Темір аяқ киім болмайды ғой. Жоқ, әрине, мен мысал ретінде айтып отырмын. Ата, мен де үлкейгенде сен сияқты болам. Әрі ақын, әрі шебер. Кім болам дейсің? Әрі ақын, әрі шебер. Ақын әрі шебер? Білесің бе, Назым? Кім болсаң да, не істесең де, шын жүректен істе, жарай ма? Атақ үшінде, байлық үшінде істеме, бақытты болу үшін істе. Өзің үшін істе, не істесең де маңдай теріңді төгіп істе. Ұқтың ба? Өзіңді ешкіммен салыстырма, ешкімге ұқсап бақпа. Өзіңмен өзің бол. Ұқтың ба? Жетістікке жеткен сайын қауіп те көбейе береді. Өйткені үлкен жетістіктер де адамды масайрату мүмкін. Бір күні жермен жексен болғаныңды байқамайда қаласың. Ар намысыңды, махаббатыңды, адалдығыңды жоғалтпасаң, жолың әрдайым ашық болмақ балам. Ұқтың ба? Хош келдің, қызым. Рахмет, әке. Уақыт болды ма? Болды, балам. Дайынсың ба? Жүрі ғой, әкеңді алып келейік. Бара. Сәл күте тұр, қазір шығам. Бұл 5 жыл сіз болмасаңыз өтпей қояр еді, әке. Жанымызды аялап, бауырыңызға басып қорғанымыз болдыңыз. Білімдарлығыңыз жолымызға шырақтай жарық түсіріп отырды. Сұлу қызым менің. Сендер баламсыңдар, ал анау баламның баласы. Көз қуанышым. О дүниеге аттанбай тұрып, бар білгенімді, өмірден көрген түйгендерімді бойына сіңіріп кетпекшімін. Уақытым жетсе әрине. Олай демеңізші, әке. Құдай сізді бізден айырмасын. Рахмет, жаным менің. Көп жаса. Жүре ғой, барайық. Махирімізді қарсы алып, үйімізге алып келейік. Кеттік. Жүр кетейік, балам. Апа, әкем келсе сенің төсегіңде жата ма? Иә, жаным. Ал сен қайда жатасың? Менің төсегімде ме? Жаным, әкелер мен аналар бірге ұйықтайды. Сондықтан әкеңмен бір төсекте ұйықтайтын боламыз. Ал балалар ше? Сен өз төсегіңде жатасың. Сендер бірге жатасыңдар, ал мен жалғыз жатам ба? Кеттік, Ердалаға келді. София, менің әкем келеді. Жүрі ғой, балам, жүр. Қанекей, жүріңдер, махирімізді алып келейік. Болыңдар, көлікке отырыңдар. Кетеріңде біреуін басшы сайлап кетсең болар еді, махир. Астафралла, Мехмет аға. Осы уақытқа дейін арамызда лауыздық болмады ғой. Тіл табысуларың үшін менің де басқасының да қажеті жоқ. Мінекей уақыт жетті, бізге де жұғысты болсын. Махир Кара, дайынсың ба? Бол енді қоштас. Әлі бір-екі құжатқа қол қоюың керек, шығу уақытына әрең үлгереміз. Достарым, мен қайттым. Жолың болсын, Махир. Құдай ендігәрі бұл жерді көрсетпесін. Рахмет, Мехмет аға. Жолың болсын, аға. Шыққан соң іздеп барам. Кел. Аман бол, аға. Бізді ұмытпа, аға. Бостандықта кездесерміз. Жолың болсын. Қатеміз болса кешіргейсің. Құдай екінші мұнда түсірмесін. Құдай жәрдемшің болсын. Аман болыңыз. Аман болыңыз. Қателіктерім болса, кешіріңіз. Кешірдік.
Қателіктерім болса, кешіріңдер. Кешірдік. Мен де кешірдім. Құдай құтқарсын. Әмин. Ал енді құтты болсын, Қарадай. Босап шығуыңмен. Рахмет. Құдай енді бұл жолдан аулақ етсін. Әмин, әмин. Қолымнан мықтап ұстап алам. Бүгін мұнда кісі көп екен. Не істейміз, әке? Шетімен ақырында парайық қызым. Ана Фериде ханым емес пе? Иә, Қарадайының отбасы ғой. Фериде ханым бүгін Қарадайы жаза мерзімін өтеп болып, бостандыққа шықпақшы. Не айтасыз? Күйеуіңіздің адвокаты боласыз ба? Оның енді қажеті бола қоймас, иншалла. Мына балақай Қарадайының баласы ғой. Әкесі сияқты мықты азамат болар, иншалла. Болат, болмағанда ше, бойында соның қаны бар. Жүре ғой, балам. Әкесіне тартқан азамат болады. Қанекей достар, жол беріңдер. Аллаға мыңда бір шүкір, Қарадай келе жатыр. Арыстаным менің. Арыстаным менің. Сүйіктім. Аллаға мыңда бір шүкір. Келе ғой, балам. Қуанышымыз ұзағынан болғай. Айтсын, әке. Жандарым менің. Амансың ба, бауырым? Құтты болсын, аға. Амансыңдар ма? Қарадай, сен менің үмітімсің. Астафыралла. Сен үшін сонау Антептен келдім. Құдай көсегеңді көгертсін. Құдай сені бізден айырмасын, жарайсың, ризамыз саған. Алла разы болсын. Осынша әуре болыпсыздар. Бірақ рұқсат етіңіздер. Үй ішімді әбден сағындым. Келе ғой, балам. Құтты болсын, Қарадайы. Құтты болсын. Кеттік. Жарайды. Рахмет. Ендеше кешкісін кездесерміз.
Кім ол? Хабар келді. Махир шығыпты. Тамаша. Бұл тамаша жаңалық. Есті бүгін кешкісін тындырамыз баға? Жоқ, қоя тұр. Соншама ит емеспіз ғой. Бүгін отбасымен әбден мауқын бассан. Қайткенмен ақырғы түні ғой. Құдайға мыңда бір шүкір. Ай, Феридай, өзің ие бола алмай қалатының ай осы. Кешір, ешкім жоқ деп ойладым. Жоқ, ештең етпес. Мен тамақ салып жатып, үстімді былғап алдым. Олақтығым бар. Бір көйлек үшін неге сонша таусыласың, Фериде? Жоқ, неге олай дейсің, Махир? Сен кіріп келгенге қысылып қалдым. Орханның үстіне бірдеңе алмақшы едім, алам да кетем. Маған ашуландың ба? Неге ашуланайын, сүйіктім? 5 жыл өтті ғой. Мен қамалғанда құндақтағы балалар мектепке бара бастапты. Жас өспірімдер әскерге кетіпті. Бауырларым бір-бір шаңырақ көтеріпті. Бірақ мен бәрінен құр қалдым. Бәрінің де орнын толтырамыз, Махирым. Жанға бататыны уақыттың өткен емес, Феридем. Арамыздың алшақтағаны. Рас қой енді.
Ең жақын адамыңнан да алыстайды екенсің. Көзден кетсе, жақсыны да, жаманды да жалғыз көрсе, біртіндеп көңілден де кетеді екен. Махир, сен өзіне деп кеттің? Мен сені көрген сайын жаңа көргенде жүрегім дүрсілдеп кетеді. Саған берген уәдемнен ешқашан таймадым. Тап қазір алдыңда тұрсам, таңертең оянуға себебім бар болса, бұл сенің арқаң. Ендеше менен ешқашан теріс айналма. Мені күлкіңнен, сұлу жанарыңнан, сүйкімді қылықтарыңнан мақұрым етпе. Бір рет арамызды суытып алсақ, арамызға сына түсе береді. Мен сол баяғы менмін. Сен де баяғы сенсің. Бұған көзімізді жеткіземіз. Адамдар ескіргенмен, махаббат ескірмейді, адвокатым. Бұған сенсең ескірмейді. Махир Кара. Иә. Талай жыл бұрын айттым, тағы да айтам. Сол баяғыдай өзіңді жанымдай сүйем. Махир, Фериде, тамақ дайын, сендерді күтіп отырмыз. Бетің бұрынғыдай албырап тұр. Бұрынғыдай дірілдеп. Бұрынғыдай ұялшақсың. Сен менің тағдыр сыйымсың, Фериде. Көреміз, нәсіп болса Анкарадан бөлімше ашатын ойымыз бар. Бері әкелші. Жаныма ұят емес пе, басқаларды күтсеңші. Қайта менен ұялыңдар, мен жүктімін. Бәрі дайын сияқты, қыздар жүріңдер. Әкетай, дастархан дайын, келіңіздер. Келдім, жаным, келдім. Махир, Фериде, дастархан дайын, жүріңдер балалар. Келдік, әке. Елікнұр қызым, балаларға бәліш бермепсің ғой? Ой, бой, ұмытып кетіппін. Эйя. Жетеді осы. Иә, келіңдер, отырыңдар. Көптен бері осы дастархан басына төрт көзіміз түгел отырып, рахаттанып, бір тамақ жей алмап едік. Ылғи жегеніміз желкемізден шығып еді. Әбден қиналдық. Бүгін осы дастархан басында отырғаным бәріңнің арқаларың. Қараңғыдан жарыққа шыққанымызда бәріміздің табанды күресіміз бен сабырлығымыздың арқасы, ауызбірлігіміздің арқасы. Құдай ауызбірлігімізден айырмасын. Әмин, әмин. Қанеке, астарың дәмді болсын. Адамда адамшылық қалмаса да, тағдыр бізді сан рет алдаса да. Сәбидің күлкісі мен үмітіміз бәрібір алға қарай жалғасады. Мақтаншақтық дейтұғын кәрі құзғын, дұшпанымыз азғырар бәріміздің. Ешқашан әділеттен аттамадық, жарасы сыздаса да жанымыздың. Біреуді бай, біреуді кедей демей, жаттыда бауыр қылдық өгей демей. Осынау ізгі ниет адастырмай, келеді қолтығымыздан демей. Жарқырап төбемізде мөлдір аспан, қыранға қызығасың шырқап ұшқан.
Көңіліміздің жайнаған бақшасында гүлдер мен тікендер де тіл табысқан. Қиялым аспандағы жұлдыз еді. Арманның қанатына мінгізеді. Әкенің шебер қолы сәндетікті бақыттың жалаң аяғына кигізеді. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Артқы жақтағы үстеліміз бос, сонда отырыңыз. Солай ма? Маған ана үстелді босатыңдар. Адамдар отыр ғой. Солай ма? Мен көрсі оқырмын, көрмей тұрмын ғой. Қарағым, тағы да қайталататын болсаң, атып тастаймықтың ба? Бар енді. Мен бастығымен сөйлесіп, тамағым құрғап кетті. Шампан әкел, сонан соң бастығыңмен әңгімелесерсің. Құдай сақтасын, Неждет бір пәле шығарып жүрмесін де. Ағамнан бәрінде күтуге болады. Жүрсеңші, Осман, үйге кіре алмай тұрмын. Мен кетейін. Назым Денис атасының кітаптарынан бас алмай қалыпты. Көнбей қойды, бүгін ұйықтамайтын шығар. Зехра, жүрі ғой, бізде қайтайық. Мына тыстарды апарып қояйын. Сендер де демалыңдар. Алмания мәселесін тағы да бір ақылдасайық. Айтқандарымды бір ойланып көр. Жарайды аға, бүгіннен бастап жоспарымызға өзгеріс енетін шығар. Сау болыңыздар. Сау болыңдар. Сау болыңдар. Сау болыңдар. Құдай тыныштығын берсін. Аға, менің көмегім қажет пе? Ешкім араласпасын. Қайырлы түн, бауырым. Қадірлі тыңдаушыларым, бәріңіз қош келдіңіздер. Бүгін мен ерекше бақыттымын. Мен үшін аса қымбат адамдардың қуаныштарына куә болдым. Қазір орындайтын әнім соларға арналады. Bende deli rüzgar gibi hasret olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa, ah bu hayat çekilmez. Тоқтат! Әлгі ән бар еді ғой, Алев ханым. Жоғалған жылдар деген ән. Маған сол әнді орындап бер. Мұның не Неждет? Мырзам, доғарыңыз, елдің үрей ұшты. Үрей ұшқан кім екен? Менің үрейім ұшқан жоқ. Не болған бәріңе? Жарайды, Неждет. Жібер. Сен маған ән орындайсың.
ал мен бастықты қоя берем. 1, 2, 3, бастаңдар. Ойнаңдар, ойнаңдар. Dönüşü yok, beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi aramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok, yitirmişiz. Anılarla beraber faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği görmeliyiz dostum, başka çaresi yok. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler, tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler. Жоқ. Немерең менімен ойнамай қойды. Атам болмаса болмайды дейді. Ана ата тезірек келші енді. Келдім. Әй, балақай, ай. Ата, кел, екеуміз 5 тас ойнаймыз. Атасы қасында болса ешкімді көзі көрмейді, тіпті мені де. Әкем өте балажан адам. Балалар сондықтан тез бауыр басып алады. Сезіп тұрады. Назым Дениз менің үйде болғаныма үйрене алмай жүрген сияқты. Ал өзің үйрен алдың ба? Талай жылдан соң үйіңе қайтып келіп отырсың. Өзіңді бұрынғыдай жылы ұяңда жүргенде сезінесің бе? Ауданымыз өзгеріп, ұлғайыпты. Стамбулда адам көбейген сияқты. Дағдарыстан кейін еліміз ойсырап қалған сияқты. Еліміздің қауқарсыздық жаныма батады. Бірақ бостандыққа не жетсін? Өте бақыттымын, сүйіктім. Ал біз ше? Біз баяғы өзің көргендейміз бе? Алғашында қобалжығаннан байқамаппын. Бірақ өзгерген сияқтысың. Қалай өзгердім? Білмеймін. Басқашасың. Ана болу саған жарасады екен, сүйіктім. Демек, қартайғам ғой. Солай ма? Айтуға ғана оңай Махир, 5 жыл. Айнаға қараған сайын өзгеріп бара жатқан Феридені көрем. Шашыма ақ кіре бастады. Көзім шүңірейді. Қараш, мына жерлеріме әжім түсе бастапты. Өңімде өзгерген сияқты. Сен не деп отырсың, сүйіктім? Келші бері. Не деп кеттің өзің? Бұл жәудір көздер әрдайым жайнап тұрмақ. Саған деген іңкәрлігім барған сайын арттыра бермек. Әй, Феридай, өзіңді менің көзіммен бір көрсең ғой. Нағыз тіл жетпейтін сұлу екеніңді білер едің. Алаң болма. Уақыт екеумізді де өзгертсін. Махаббатымыз жанымызды ғана емес, тәнімізді де жетілдірсін. Беттегі әжімдерімізді де, ағарған шашымызды да, өмірдің бізді кемелдендіргенін деп қабылдайық. Бұған жетпегендер де бар ғой. Жетектесіп, бірге жүріп қартаюды жазсын. Махир Кара, қош келдің. Ендігәрі мені тастап кетуші болма. Бүгін де, ертең де. Қусаң да кетпейм, адвокат ханым. Біліп қой, енді менен құтылу жоқ.
Сенің осы исің бар ғой. Мені ақыл естен айырып тастайды ғой шіркін. Фериде, сені көтеріп алып жоғарға апарайыншы. Мені мүлдем сағынбадың ба? Махир, әкем қонақ бөлмеде отыр, естіп қояды. Жарайды, отыра берсін, жүрші енді. Қой деймін, шынымен де ұят болады. Мені ұятқа қалдырмашы. Ай, адвокат ханым-ай, сізді сағынып өлгелі тұрғанымды неге түсінбейсіз? Жалғыз сен ғана сағынғандай. Мені қатты сағындың ба? Жоқ, сағынбадым. Жоқтығыңнан өліп тірілдім. Болды. Жүріндеші. Қой деймін, Махир, құдай Кел үшін. мұнда. Махир. Әлі ұйқың келмеді ме? Махир, сағат әлі 10. Бұрында қырсық едің, әлі де қырсықсың Фериде, қара. Енді не қыл дейсің? Адам өзгермейді, Махир, қара. Жарайды. Сонша жыл күттім, енді 1 сағатқа шыдай тұрайын, Құдай бұйыртса. Бұрынғыдай қызбасың, сені де әке дейді ау. Менің де мақсатым сол ғой Фериде. Баламыз жалғыз болмасын. Жалғыз бала болып өссін деймісің? Бауыр болмасын ба, сопиып жалғыз өссін бе? Сол үшін тырысып жатырмын. Әрине. Мұнда екенсіңдер ғой, балаға су алуға келіп едім. Әкетай, маған айтпадыңыз ба? Апарып берем ғой. Солай істеуім керек еді. Бала жалғыз қалмас еді. Ал біз бақшаға шықпақшы едік, бірақ... Иә, бақшаға шықпақшы едік, әке. Шаршаған болсаң қонақ бөлмеге барайық. Жоға, сендер әңгімелесетін шығарсыңдар. Немерем екеуміз ойнап отырмыз. Бізге алаң болмаңдар. Жарайды, әке. Не істегеніңді көрдің бе? Бәріне өзің кінәлісің. Соншалықты сұлу болмасаң ғой. Жүрші, Махир, бақшаға шығайық, өтірікші болмайық. Мен жем салып келейін. Тез кел. Жарайды, баршы. Сүлейман мырза, Біргүл үйде ме? Іште ыдыс-аяқ жуып жатыр. Маған біраз қант берсінші, қонақ келіп қалып еді. Қазір айтайын. Әкем мен Назым Дениске де апарып бердім. Қалғып кетіпсің ғой, Махир. Ештеңе бостандыққа жетпейді екен ғой Фериде. Оны менен сұра. Енді әр жолы есік ашқанымда сені көре алатын болам. Енді таудай қорғаным бар. Алаңдамайым. Жүрегім лүпілдеп, сондай бақыттымын. Ешқашан кетпеген сияқтысың. Әйтпесе қанша маусымды сенсіз өткердік. Талай таңды сенсіз атырдым. Талай жылымыз қор боп кетті, Махир. Ол қара күндер артта қалды. Екеуміздің махаббатымыз бүкіл дүниені өзгертті, сүйіктім. Бір-бірімізден күш алып, арсыздарға қарсы тұрдық. Уақытқа дес бермейміз. Саған уәде берген едім. Басқаша өмір боларын уәде еттім. Енді сол уақыт келді. Бұдан былай сен, мен және баламыз бар. Бізді ешкім күйрете алмады. Күйрете алмайды да. Сенімді мүсің, Махир? Көршің жылап отырғанда сен күле алмайсың ғой. Түрменің алдындағы елді көрдің ғой. Саған үміт артқандар, сенен көмек күткендер бар. Бұл туралы талай сөйлестік қой, Феридем. Олар Карадайны құтқарушы деп біледі. Оның жөні де бар, Махир. Түрмеде отырғанда талай адамның өмірін өзгерттің. Енді біреу келіп сенен көмек сұраса, есіктен қайтар алмассың. Көмек қолыңды созасың. Өйткені сен сондай адамсың, мен де сен осы қасиетің үшін сүйдім. Сен де ізгіліктен құр қалмадың. Қаншама адамды ақысыз қорғадың, солар үшін күйіп пістің. Бұл бірдей нәрсе емес. Енді серкелер жоқ, мафия деген бар. Енді сен сияқтылар, Далиян аға сияқтылар жоқ. Жатқан жері торқа болсын.
Олар ар намыстарын ақшаға сата алады, Махир. Сенің барлығың оларға маза берер емес. Кардай деген аттан айбынады. Сондықтан қатты қорқам, Махир. Зәрем ұшады. Бер қара. Саған уәде берген болсам, сенуге тиіссің. Ендігі өміріміз берекелі болар. Балам екеуіңе қауышар сәтімді аңсап, 5 жылымды зорға өткіздім. Енді ешкім бізді берекемізден айыра алмайды. Келе ғой. Бұл үйге Карадайы емес, Махир Кара қайтып келді, сүйіктім. Сенші маған. Махир, мен баланы жатқызып келейін. Жарайды. Тезірек жатқызшы тентекті. Құдай жазаңды берсін. Не болды? Қорққанына көре алмадым. Не болды? Шық! Сен кімге арқа сүйеп жүрсің? Мен тұрғанда сахнадан неге кетесің? Сен кімсің сонша? Сен үшін таң атқан шән салатын күңің дедім. Тап солай. Қазір киіміңді ауыстырасың да сахнаға шығасың. Менің қалаған әнімді құйқылжытып, нәшіне келтіріп тұрып орындайсың. Ұқтың ба? Орындамайым дедім, орындамайым. Білдің бе? Орындамайым. Бітті. Бер қара, айтен. Мына қару оқтаулы. Қарсы алдыма кім шықса да атам. Айналаңдағыларды да қырып салам. Менің жоғалтар ештеңем жоқ. Ал сенің жоғалтарың бар. Сені жақсы көретіндер бар. Өзіңнің жақсы көретіндерің бар. Сахнадағы өнерің бар. Сондықтан қазір тұр да. Сахнаға шық. Қанекей бұлбұлым. Қанекей сұлуым. Қанекей жарым. Қанекей ханшайымым. Қанекей, сахнаға шық. Сұлтаным менің, сахнаға шық. Қанекей! Әке, қызықсың ғой, мұның не? Ой, Аллай, онда тұрған не бар? Барымды салып әзірледім. Балам екеміз рахаттанып кешкі кофемізді ішеміз. Неге әуре болдың? Айтсаң Фериде немесе мен әзірлейтін едік қой, әке. Ай, Фериде қызымды әурелегім келмейді. Біздің қыздар Эликнұр мен Соңгүл күйеуге кеткен соң, Фериде жұмыспен үй арасында шапқылап шаршады. Алла разы болсын, жұмысында, баласында жақсы көреді. Ол да сені мақтап тауса алмайды. Рас па? Менің мейірімді қызым ай сол. Білесің бе, Махир? Сені күтіп жүргенде бір рет болса да сыр бермеді. Бір ретте қабақ шытпады. Менің сырлас досым болды. Құдайдан жасырмағанды сенен несіне жасырайын? Құдай барлық балаларыма ұзақ өмір берсін. Бәрінің де орны бөлек қой, бірақ Фериде осы 5 жылдың ішінде бәрінен де жақын болды. Мәссаған, үй ішінен үй тігіліпті ғой. Сен сонда қыздың жағына шыққансың ба, әке? Тап солай. Аяғыңды аңдап бас, оны ренжітуші болма. Қабағына кірбің түскен байқайтын болса, менен жақсылық күтпе. Түрмеге түскенім болмады. Мені мүлдем итеріп тастадың ғой, әке. Таққа Фериде отырыпты. Осы жасқа келіп мені қызғанайын дедің бе, Махир? Жүрегімдегі орныңды білмеуші ме едің? Әке тайым, сен менің асқар тауымсың ғой. Талай жыл отырып сырласа алмадық, әбден сағындым.
Бәрі қалжың ғой. Бұдан бұлай не айтсаң да жарасат, Махир. Екеуміз бұл өмірде не көрмедік. Жақындарымыздан айырылып, талай қан жұттық қой. Енді берекелі өмір басталсын. Фериде екеуің өмірдің қызығын көруге тиіссіңдер. Екеуің от пен оқтың арасынан аман шықтыңдар. Ал мен қалған өмірімді сендердің қызықтарыңды көрумен өткеремін. Құдайдан бұдан басқа не тілейін? Осы қызығымыздан айырмасын, әке. Әлі сенің атағыңды шығаруымыз керек қой. Иншалла, иншалла. Үйде доп ойнасам, әкем ұрсама? Апа? Жоқ жаным, оны қайдан шығардың? Мұстафаның әкесі қатты ұрсат, тіпті басынан ұрады екен бұлай. Келші кәне. Әкең саған қатты сөз айтты ма? Жоқ. Саусағын ұшын тегізді ме? Жоқ. Өйткені біздің әкеміз басқа әкелер сияқты емес. Сен екеуміз өте бақыттымыз. Біздің әкеміз өте мейірімді, әділ, ұяты бар адам. Ешкімді ренжітпейді. Керісінше, біреуді ренжіткендерді аямайды. Күштілердің әлсіздерге, үлкендердің кішілерге тиісуіне жол бермейді. Елдің бәрі әкемді Қарадайы деп атайды ғой. Ол не деген сөз, апа? Мұның бәрін сен өскенде айтып берем. Жарай ма, күнім? Мен білем. Қарадайы супермен сияқты адам. Ол шалатын адам екен ғой. Фатих айтты. Сен Фатихке айт. Адамдар шалмайды. Ал сен ұйықтамау үшін тағы да сылтау таба бастадың. Бірақ ұйықтайтын уақыт жетті, патшам. Жата ғой. Жата ғой. Мен ұйықтаған соң шығып кететініңді білем. Шіркін, әкем келмегенде ғой ылғи қасымда жатар едің. Мен жарықты сөндірмеймін. Есікті де ашып қоям, жаным, жарай ма? Саған бірден айтайын ба? Әкең бар үйде, қорықпа, ұйықтауға болады. Әкең бар үй, 40 құлыбы бар үйден де мықтырақ. Әкелердің апаларды жақсы көретін, апалардың әкелерді жақсы көретін үйлерін періштелер қорғайды, күнім. Енді көзіңді жұма ғой. Жарай ма? Сен нағыз бақытты болуға тиіс боласың, жаным. Жақсы ұйықтай ғой, балапаным. Ұйықтай ғой. Ақырында үйренісіп кетермін, бірақ адамға әсер етпей қоймайды екен. Балам бар, ол үшін жанымды беруге дайынмын, бірақ ол әкесін танымайды. Иісіме қанбады. Әзірге түрімді ғана біледі. Күндіз түні қасында болмасам, қайтеді енді. Біртіндеп бауыр басып кетер. Қыздар, аналарының тағдырын қайталайды деген сөз бар. Ал сенің тағдырың менікіне ұқсады. Мен де сені көре алмай, талай жыл қамауда отырдым. Сен қақсоқты көп көрдің. Қайтып келіп, сені қолым алғанымда, көзіме тік қарамайтынсың. Маған өкпелі, ренжуледің. Тіпті қайырылмай қойғансың. Саған ренжігенім есімде жоқ. Қызық екен. Ол күндер есімде қалмаған ғой, әке. Сен көрген қиыншылығыңды да ұмытып қалыпсың. Ал Назым үлкейгенде сенің түрмеге түскеніңді де ұмытып кетер. Әке ретінде менен гөрі бақыттысың, Махир. Мен сені айлап көре алмаушы едім. Ал Фериде саған апта сайын баланы апарып тұрды. Бұл үйде сенің атың аталмай,
дастархан басына да отырмаушы едік, көзіміз ұйқыға да бармаушы еді. Фериде сені жоқтатқан жоқ. Кездесу уақытына үлгере алмағанымда, туған күндерімде сенің атыңнан сыйлық әперетін. Сенің оған жазған хаттарың бар ғой, соларды жаттап алатындай оқыды. Екеу үшінде өлуге бармын. Сенен көп нәрсені үйрендім, Махир. Бір балаң бар. Ол баламен тіл табысу үшінде еңбектенуге тиіссің. Оның үстіне жетімдік көрген бала болса. Фериде екеуің оны алақандарыңа саласыңдар. Мен де қолымнан келгенді істедім, бірақ Махир, ешкім әкенің орнын толтыра алмайды. Сенің жоқтығыңды қатты сезінді. Бірақ енді келдің, тез арада бауыр басып кетер. Алаң болма. Таусылма. Өз басымнан өтті ғой. Баланы кім жақсы көрсе, соған бүйрегі бұрады. Солай. Қайда барасың, Махир? Фильмді қазақ тіліне аударған КТК телеарнасы 2015 жыл.